Лимфа жүйесіне қандай мүшелер жатады дедік? Лимфа жүйесіне. Көк бауыр, айырша без, бадамша без. Лимфа тамырлары, айырша без, бадамша без. И көк бауыр дедік, да? Так, енді біз қазір тоқталайық лимфа тамырына. Лимфа тамыры қан тамырының қайсына ұқсайды дедік? Ұқсайды? Қай қан тамырына ұқсайды? Вена қан тамырына, да? Вена тоже ұлпадан зат алмасудың, метаболизмнің ақырғы заттарын капилляр арқылы алады да, қан капиллярда, оны береді пост капиллярға, потом венула, потом венаға береді дағы, жаңа веналарымыз, потом әр мүшеден вена тамыр болып шығады. Мысал алсақ, бүйрек венасы да, көк бауыр венасы, 12-шек венасы деген сияқты. И сол сияқты мүшеден лимфа тамыры да басталады екен. Қан капилляры ол артериямен келді дағы, әрі қарай вена болып кетті ғой, да? Мысалы, егер қан капиллярын салатын болса, мына жерде бір мүше дейді, да? Вот ана бір мүше, значит, оған келді. Мүше сыртылық артериямыз келіп тұр ғой міне, да? Потом мүшенің ішінде ол тарамдалып жатыр жаңағы артериямызда. Так, потом ең ұсақ артерияны біз қандай артерия деп едік? Артериол. Артериол. Вот ана артериолымыз, артериолдан кейін кетеді не у нас? Прекапилляр кетеді, одан кейін капилляр. Вот ана капиллярымыз. Так, да? На капиллярдан біз жаңағы ұлпаға, клетка аралық сұйықтыққа, клетка аралық затқа береміз. Нені алып келіп тұрмыз біз бұл жерде? Оттегіні, белокты, да? Белогымыз это қандай? Аты қалай еді? Май, амин қышқылы, да? Так, потом май, ол майымыз не еді бізде? Май қышқылымен глицерин еді ғой, амин қышқылы деп қояйық, да? И углевод, онымыз не еді бізде? Глюкоза, фруктоза, сахароза, потом нені әкелдік? Витаминдерді әкелдік, естественно, біз нені әкеп тұрмыз? Суда әкеп тұрмыз, су болмаса бірде-бір зат алмасып жүрмейді, да? Так, еще тағы нені әкелеміз? Минералды тұздарды әкелдік, да? Бәрі бізге керек. Егер ол жерге керек болса, біз гормонды да әкелеміз, ол жерге керек болса, біз дәріні да әкелдік, бәрін біз артерия тамырымен әкелдік, да? Значит, біз клеткаралық затқа осы заттардың бәрін не істедік? Бердік клетка. Ну, мына жерде бір клетка деп қояйық, вот анада, мына жерде бір клетка тұр деп қояйық. Соны бердік. Өз жерде зат алмасу жүрді, тканевой ферменттердің қатысу арқылы зат алмасу жүреді дағы, и зат алмасудың ақырғы заттары пайда болады, да? Мысалы, жаңағы айтқан біздің биологымыз, амин қышқылымыздан не пайда болады? Мочевина, да, білесіңдер? Потом мочевая кислота, потом не пайда болады? Креатин, и тағы не пайда болады? Потом не пайда болады? Да, СО2 пайда болады, да? Ал май қышқылы мен глицерин, ну, майдан не пайда болады бізде? H2 менен, су менен и СО2-мыз пайда болады, да? Углеводтан не пайда болады бізде? H2O. Жоқ, біз глюкозаны әкелдік, енді тканевой ферменттердің қатысу арқылы зат алмасу жүріп, ақырғы метаболизм ақырғы заттар пайда болу керек қой. Сол ақырғы заттарды айтып жатырмыз ғой. H2 менен СО2. Значит, майдан, углеводтан, су мен көміршіл газ пайда болды, ал белок амин қышқылынан жаңа айтып отырған суымызда көміршіл газымыз и мочевина, мочевая кислота, креатиндеріміз пайда болды, да? Осы заттардың бәрін біз қазір береміз. Қайда? Капиллярға береміз ғой. Өйткені біздің капиллярымыз әлі аяқталған жоқ қой. Так, мен көкпен сызып қойдым. Ну, біз мыналардың бәрін бердік, да? Ну, самый главный мен СО2-ны сызып қояйын. Сөйтіп біз мыналардың бәрін алдық. Самый главный СО2-ны алдық та, көміршіл газын алдық та. Қандай қанға айналдық? Веналық қанға айналдық. Потом капиллярдан кейін не болады бізде? Посткапилляр, одан кейін не болады бізде? Венула, одан кейін вена болып, міне біз кеттік. Да? Енді мына ұлпада тағы да бөгде заттар болуы мүмкін, да? Который қан капиллярына ол не істемеу керек? Өтпеу керек. Олар нелер болуы мүмкін? Шаң тозаңдар, да? Так, бактериялар может быть, да? Өлген клеткаларда, клеткалар деп қояйық, раковый клеткаларында, опухоль тудыратын клеткаларында болып бүлініп кеткен клеткалар, да? Екінші семестрде біз сендермен патологияны өтеміз, сонда опухольдерді сонда өтеміз. Опухоль деген нормальный клеткадан, бүлінген клеткалардан пайда болатын бір ұлпалар. Сол опухоль деп айтамыз, да?
солардың барлығын естественно су да, олардың и және май. Олар өтеді бізде лимфа капиллярына. Мына жерде лимфа капиллярын салып қояйын. Өйткені лимфа капилляры ол мүшенің өзінен басталып тұр ғой да. Ол ешқайдан лимфа келмейді ғой мүшеге. Так, значит, осы заттардың бәрін, жаңа H2 суымыз бар. Су болмаса мыналардың бәрі өтпейді. Су болмаса ол лимфа жылжымайды. Су болмаса ол лимфа тамырымен ақпайды. Солай ғой. Солардың бәрін біз алдық та, мүшенің ішіндегі лимфа капиллярлары, естественно, қан капилляры сияқты, ол да постлимфа капилляры, потом лимфа тамыры, мүше ішілік лимфа тамыры да, мыналардың бәрінен мүше ішілік лимфа тамырлар жиналып, мүшеден лимфа тамырды шықты. Әр мүшеден лимфа тамыры шығады, вена тамыры шығады деп постоянно айтып отырамыз ғой, да? Значит, вот аны лимфа тамыры шықты. Шыққаннан кейін әрбір мүшенің өзінің маңайында аймақтық лимфа түйіндері болады. Ну, скажем, мына жерде бір лимфа түйінін салып қояйық. Лимфа түйіні тоже не сияқты? Не деуші еді? Бұршақ сияқты, да? Үрме бұршақ сияқты. Значит, мына лимфа түйініне не келу керек? Лимфа тамыры келу керек. Әкелуші лимфа тамырлар. Олар әрине біреу ғана емес, олар 4-еу, может 6-ау болып та келуі мүмкін, да? Мына жерде бір 4-еуін салып қояйық. Осылар келді да. Ол неге келді мына лимфа түйіндеріне? Тазалану үшін келді. Жаңағы айтқан заттарымыздың барлығын біз қазір тазалап, сүзіп тазалауымыз керек, да? Және мына лимфа түйіндерінің өзінде лейкоциттің бір түрі лимфоциттер дайындалады, да? Сол тазалаймыздағы жаңағы лимфоцитімізді қосып алып, біз лимфа түйіндерінен шығып отырамыз. Әрине, лимфа тамырының вена тамырына тағы бір ұқсастығы, лимфа капиллярының лимфа тамырында тоже нелер болады? Клапандар болады. Чтобы, например, аяқ жағымыздан келе жатқан лимфа тамырларымыз, лимфа сұйықтығы төменге қарай кетіп қалмас үшін клапандар жабылып, лимфамызды біз өзінің жүрекке қарай бағыттап отырамыз. Әрине, ол жүрекке барып құймайды. Ол қазір айтамыз, веналық бұрышқа барып құйылады. Веналық бұрышты қандай веналар жасаушы еді? Жаңағы ішкі мұндық венасы мен бұғанасы веналары, да? Ол сол бұрышқа барып құю керек. Екі крупный лимфа тамыры ғана жинап алады. Жаңағы екі крупный вена тамырлары жинап алды ғой біздің веналық қанымызды. Жоғары қуыс вена мен төменгі қуыс вена, да? А здесь тоже екі крупный. Қазір оның атының қандай екенін білесіңдер. Значит, мүшеден шыққаннан кейін міндетті түрде лимфа тамырларына барып, түйіндеріне барып тазаланады екен, да? Сөйтіп, лимфоцитті қосып алады екен. Әрине, ана бір лимфа түйінінен, может 2, может быть 4 лимфа тамырлар, әкетуші лимфа тамырлар шығады. Мыналар бізде әкелуші болды ғой, мыналар әкетушілер. Жаңа мына жерде біз айттық да, майда дедік. Өйткені майда молекуласы үлкен болғандықтан қан капиллярына өте алмайды. Өйткені лимфа капилляры қан капиллярына қарағанда 1,5-2 есе кең. Оның өткізгіштігі өте жақсы. Поэтому целый клетка өтіп кетіп жатыр. Түсініп отырсыңдар, да? Значит, әр қарай біз әрбір аймақтың өзінің ірі лимфа тамырлары болады. Біз оларды не деп айтамыз? Әр аймақтың ірі лимфа тамырларын сабаулар дедік, да? Сабаулар не болса, орысша айтатын болсақ, стволдар. Мысалы, аяқтың бүкіл лимфа тамырлары аяқ жақтан келетін. Жамбастың лимфа тамырлары, жамбас астауының ішіндегі мүшелерінен, жамбастың өзінен, жаңа аяқтан лимфаны жинап келе жатқан лимфа тамырлар құят бел лимфа сабауына. Сонда біз бір лимфа сабауын білдік, да? Қандай екен? Бел лимфа сабауы. Олар бізде жұп, 2. Олар қайдан жинап алды лимфаны? Аяқтан, жамбастан жинап алды. Потом іш қуысында мүшелерден лимфаны жинайтын бір ғана шек лимфа сабауы бар. Екінші сабауымыз сонда не болды? Ішек лимфа сабауы. Ол біреу екен. Тақ негізі осы ғана. Қалғандар 2-2-ден. Потом үшінші кеудеден жинайтын, это бронх көкірек аралық лимфа сабауы. Олар кеуденің оң жақ половинасынан, сол жақ половинасынан жинайды. Значит, олар нешеу? Тоже 2. Так, көкірек, бронх, лимфа сабауы дедік, да? Олар жұп екен 2. Потом оң жақ қолдан, сол жақ қолдан бүкіл лимфаны жинап алатын ірі лимфа сабауы, ол бізде бұғана асты лимфа сабауы. 2 қол ғой бізде, сондықтан 2. Және бас пен мойнынан жинайтын 5-ші сабауымыз ол мойындырық сабауы. Біз ішкі мойындырық деп тұрған жоқпыз. Ішкі мойындырық венасы бар еді ғой, да? Өйткені
лимфа тамырлары қандай мүшелерде болмайтынын білуіміз керек. Ол мида болмайды, ол жұлында болмайды, ол көздің склерасында, хрусталигінде болмайды, және буын жасап тұратын сүйектердің буын жасайтын бастарын қаптап тұратын гиалин шемішек бар ғой, онда болмайды екен. Іштегі жатқан баланың плацентінде болмайды екен. Потом көк бауырдың паренхимасында болмайды. Значит, сөжеде ғана лимфа тамырлары жоқ. Егер мида болатын болса, онда біз ішкі лимфа сабау, ішкі мойындырық деп айтар едік та. Значит, мидан шықпағаннан кейін, мидан жинамағандықтан бастың сыртындағы мүшелерден жинап тұрады. Ол бізде просто мойындырық сабауы. Бастың оң жақ половинасынан, бастың сол жақ половинасынан жинайтын екі болды. Мойындырық сабауы нешеу екен сонда? Екеу екен. Значит, осы айтып отырған біздің крупный лимфа тамырларымыз екі лимфа түтігіне келіп қояды. Самый крупный лимфа тамыр, это біз орысша айтатын болсақ, грудной лимфатический проток и правый лимфатический проток. Значит, қазір олар қалай-қалай құяды екен. Давайте оны құю үшін біз қазір мына жерге салып қояйық. Екі веналық бұрышты, да? Әуелі жүрек түсіп қояйық, как всегда, да? Енді жүректі мен осылай круг салайын, да? Так, мына жерде біз қақпақтарында салып қояйық. Значит, лимфа, жаңа веналық бұрыштың қалай жасалатынын біз вена тамырларын өткенде айтып кеткенбіз, да? Мынау бізде жоғары қос вена ғой? Қазір лимфаның қалай жүрекке келетінін, жаңа қанға қалай қосылатынын, жалпы қан айналымға қалай қосылатынын білуіміз керек. Мынау бізде қандай тамырлар? Оң жақ, сол жақ, оң жақ иық бас сабаулары. Мынау бізде жаңа жоғары қос вена болды ғой. Енді оған келіп құятын бізде қандай ішкі мойындырық венасы и бұған асты венасы. Мына жақта оң жақ ішкі мойындырық венасы и оң жақ бұған асты. Сөйтіп мына жерде бұрыш жасалды ма? Веналық бұрыш. Енді мына жерде бізде көгет тұр деп қояйық, да? Значит, енді біз лимфа тамырларын салайық, да? Мен лимфа тамырларын қызылмен салайын. Ну, қазір көрейік, да? Значит, мына жерде біз адам деп есейтін болсақ, мына жақта басы тұр, мына жақта кеуде, мына жақта аяғы кетті ғой, да? Сондықтан аяқ жақтан жинайтын, жаңа қандай сабау деп едім, оң жақ аяқпен сол жақ аяқтан, және іш жектен, іш қуысынан жинайтын. Мынау екеуі бізде қандай сабау болайын деп тұр? Бел сабаулар. Оң жақ, сол жақ. Оң жақ аяғымыздан, сол жақ аяғымыздан, жамбасымыздан жинап алды дағы. Олар бірінші, екінші бел омыртқасының тұсына келген уақытта бірігіп, оған іш қуысындағы лимфаны жинайтын ішек лимфа сабауы келді. Помните, ол біреу болған, да? Ол іш қуысынан жинап жатыр, іштен жинап жатыр, да? Сөйтіп олар қосылыптағы мына жерде лимфа сұйықтығын осы жерге әкеліп жинап, бір типа как көлшік сияқты жасайды. Да. Содан біздің жаңағы айтып отырған крупный лимфа тамырымыз жасалады. Ол қалай еді жаңа бізде? Мына жерге былай қойып қояйық. Ол кеуде лимфа түтігі, немесе проток дегенбіз, да? И екіншіміз біздің оң лимфа түтігі. Правый лимфатический проток, грудной лимфатический проток. Екі протокқа жиналады дедік қой. Значит, тура осы жерде кеуде лимфа проток жасалады. Кеуде лимфа протогы осы жерден лимфаны жинап алады дағы. Ол көгеттен өту керек, потому что мына бұрышқа барып құю керек ол. Так, ол үшін ол көгеттен қалай өтеді? Көгетте оған арналған тесік жоқ. Ол қолқа өтетін тесік арқылы өтеді. Қолқа төменге қарай өтсе, ол тесік арқылы, бұл сол қолқа өтетін тесіктен жоғары қарай көтеріліп, омыртқа бағанасының прямо алдыңғы жағымен жоғары қарай жүректің артымен көтеріп келе жатырмыз. Сөйтеді да, ол сол жаққа қарай бұрылып, мына тұрған веналық бұрышқа лимфаны құяды. Түсіндік па? Енді кеуде протогына жол жөнекей тағы да құятын сабаулар бар. Олар мына кеуденің сол жағынан жинап алатын, сол жақ бұрын көкірек аралық сабауы келіп құяды. Мына жерден құйып қояйын мен, да? Потом қолдан лимфаны жинап әкелетін, бұғана асты лимфа сабауы келіп құяды. Мен сабауларды қызылмен сызып отырмын ғой, да? Так. Мынау қай болды жаңа? Кеуденің сол жағынан жинап алатын, бұрын көкірек аралық, сол жақ бұрын көкірек аралық сабауы. А мынау бізде келді, сол жақ қолдан жинап әкелген,
ол қандай сабау болды? Бұғана асты. Жаңа бұған асты венасы, бұған асты артериясы деп айтып жатырмыз ғой. Солардың атымен бірдей аталып. Потом басымыздан, мойнымыздан жинап алатын мойындырық сабауы. Сөйтіп, кеуде лимфа түтігі екі аяқтан, жамбастан, іштен, кеуденің сол жағынан, сол жақ қолдан, бас пен мойынның сол жақ жартысынан жинап алып, кеуде лимфа түтігіне құйды. Кеуде лимфа түтігі потом мына бұрышқа құйдыдағы венаға лимфа сұйықтығын әкеп құйдық. Түсінікті ма? Енді оң лимфа протогы ол өте қысқа өзі, 1-1,5 сантиметрде ғана. Ол оң жақ веналық бұрышқа келіп құяды. Вот ана, да? Оған келіп құятын. Так, мынаны 1 дедік, жаңа мынаны 2 дедік қой, да? Так, мынаны біз 3 деп қойғанбыз, да? Мынау бізде не болып еді жаңа? 5 болғанда. Бұған астыны біз 4 деп қойдық, да? Енді мына жақтан кеуденің оң жақ половинасына лимфаны жинайтын, ол оң бұрын көкірек аралық сабауы. Қайда құяды ол? Оң лимфа түтігіне. 3 деп қояйын, да, міне? Біреу оң жақ, біреу сол жақ. Оң жақ қолдан әкелетін, ол оң жақ бұғана асты лимфа сабауы. Ол 4 болып тұрды ғой мінекей, да? И бас пен мойынның оң жағынан жинайтын, ол қандай болады? Мойындырық, оң жақ мойындырық лимфа сабауы. Бәрі келді, да, мұнда құйдынан 5 деп қояқына жеді, да? Сөйтіп, бүкіл мүшеден біз лимфа сұйықтығын жинап алдық па? Тамырды схема түрінде көрсететін болсақ, міне тура осылай салуға болады. Енді біз қазір адамның фигурасын салайық та, біз қазір лимфа сабаулары қайдан жинайтынын айттық. Егер біз просто адамның қай аймақтарынан жинайды десек, мына жерге адамның басын салып қояйын мен, мына жерде мойны, мына оның несі, кеудесі, да? Так, кішкене қисық болып кетті. Так, мына оның, мына жерде көгет бар ғой енді, да? Мына жерде оның іш қуысы болады, мына жерде енді жамбас қуысы кетті, и аяғымыз кетті, да, мінекей. Мына жер бізде жамбас қуысы болып тұр. Значит, қол бар ғой еще, да? Оң жақ қол и сол жақ қолымыз бар, да? Значит, жаңағы кеуде лимфа түтігі, грудной лимфатический проток, денеміздің қандай жиықтарынан жинайды екен. Значит, мен оны қазір бояп қоям. Значит, кеуде лимфа протогы бастың оң жағынан, мойынның, оң жағы деп қой, сол жағынан, мойынның сол жағынан, кеуденің сол жағынан и сол жақ қолдан жинап алды, және іштен, солай ғой, жамбастан и 2 аяқтан жинап алды. Ал оң лимфа протогымыз, мынау, жинап алды бастың оң жақ жартысынан, мойынның оң жақ жартысынан, кеуденің оң жағынан и оң қолдан жинап алды. Зрительно запомнили? Значит, давайте қайталап жүрейік. Екі аяқтан, жамбастан, іштен кеуде лимфа протогына әкеп құйып тұрған қандай сабау болды? Бел сабауы. Бел сабауы, дұрыс айтасыңдар. Ал іштен жинап алған қай сабау болды? Ішек сабауы. Кеуденің сол жағынан жинап алған қандай сабау болды бізде? Сол жақ бұрын көкірек аралық сабауы, да? Сол жақ қолдан жинап алған бізде қандай болды? Сол жақ бұған асты. И бас пен мойынның оң жақ половинасын сол жақ половинасын жинап тұрған мойындырық сабауы. Ал мыналар бастың оң жақ жартысы мен мойынның оң жақ жартысынан жинап тұрған, ол қайсы болып еді жаңа? Оң жақ мойындырық сабауы, оң жақ қолдан, оң жақ бұған асты сабауы, кеуденің оң жағынан ол бұрын көкірек аралық сабауы. Сөйтіп біз бүкіл лимфаны қандай аймақтардан жинағанымызды, қандай сабаудан жинағанымызды, қандай түтіктердің жинағанын білдік. Значит, сөйтіп, конце до концов, біз қан вена тамырына, венаға күніне 2 литрдай лимфа сұйықтығын құйып тұрамыз. Сонда жалпы лимфа тамыры түсінікті болды ма? Әрине, лимфа тамырлары біздің веналарымыз қалай аталса, лимфа тамырларда солай аталады. Мысалы, давайте мына жерден қазір біз сабауға әкеп құяйық. Мынау бізде жаңа қандай сабау болып еді? Бұған асты, оң жақтағы. Оған құяд қолтық лимфа тамыры.
оған құят Иық. иық лимфа тамыры, оған құят кәрі и шынтақ жілік лимфа тамырлары. Олар да бізде доға жасап еді ғой, бұнда да сондай. Сөйтіп саусақтарымыздан жиналып. Әрине жол жөнекей олардың барлықтары лимфа түйіндерінен не істеп отырады? Соғып тазаланып отырады. Лимфа түйіндері беткей лимфа түйіндері болады и терең лимфа түйіндері, который терең вена тамырларының қасында, терең лимфа тамырларының қасында орналасады. Лимфа түйіндері, значит, ол біз бағана не дедік? Біздің биологиялық фильтріміз дедік, да? Таза. Және лимфа түйіндері не дайындайды дедік бағана? Лимфоцитті. А лимфоцит дегеніміз, біз қан сендермен өткен жоқпыз, но қанды өткенде тағы түсінікті болады. Лимфоцит ол лейкоциттің бір түрі. Лейкоциттің өзінің 5 түрі бар. Ол 5 түрді біз 2 топқа бөліп қойғанбыз. Гранулоциттер, агранулоциттер, гранулоциттер деп, да? Гранулоциттерін, агранулоциттерге жататындар, қазақша айтатын болсақ, түйінсіз. Анау түйінді, да? Гранула деген түйінді ғой, да? Значит, агранулоциттерге жататындар, это лимфоцит, который лимфотүйіндері дайындады, да? И моноциттер. Ал гранулоциттеріне жататын, это нейтрофил, базофил, эозинофил. Яғни лимфоцитті дайындап тұрған лимфотүйіндер екен. Сондықтан қан дайындайтын мүше деп айтамыз лимфотүйін. Значит, вена тамырлары қалай аталса, олар да почти солай аталып тұр. Так, жалпы лимфа тамырлары сендерге түсінікті болды ма? Енді сендер мединституттың студент емессіңдер, медколледждің бакалаврсыңдар, сендер бұны жақсы білулерің керек. Енді әрбір мүшеден жаңағы мүшедегі керек емес заттарды лимфа тамырына жақсылап өткізіп тұру үшін біз күніне 2 литрдай сұйықты ішіп отыруымыз керек. Әйтпесе жаңағы мүшедегі өлген клеткаларымыз, раковый клетка, шаң тозаң, бактерияларымыз батпақтап сол жерде қалып қоюы мүмкін, егер біз сұйықты дұрыс ішпесек. Өйткені қан тамырымен, артерия тамырымен клеткааралық затқа күніне где-то бір күнде қайта-қайта келіп жатыр ғой лимфа қанымызда. Сол бір күнде есептесек, где-то 17 литрдай сұйық келеді екен, су келеді екен, да? Соның где-то 3 литрдайы лимфа тамырын өтіп отырады. 20 литрдей келеді екен, қалғаны 17 литрдайы қайтадан қан капиллярына өтіп отырады екен. Сөйтіп, концада концов, біз сұйықты аш жетін болсақ, қанымызда сұйық қойыланып кетеді, да? А қойыланып кеткен қанда ол су азаяды, жаңағы заттарымыз, аталмасудың метаболизмнің ақырғы заттары қан капиллярына да өтуі қиындайды, лимфа капиллярына да өтуі қиындайды. Теперь, біз енді мынандай сұрақ туындауы мүмкін, да? Жаңа біз раковый клетканы алып келдік лимфа түйіндеріне, да? Шаң тозаңды алып келіп жатырмыз, микробтарды алып келіп жатырмыз, да? Егер болған жағдайда клеткада, мы же стараемся, чтобы дұрыс өмір сүруге бәріміз тырысамыз ғой, да? Біз шаң тозаңды да, микробты да, раковый клеткалардың болмас үшін біз дұрыс өмір сүру мәдениетін, салтын қолданамыз, да? Дұрыстап тамақтанамыз, дұрыстап демаламыз деген сияқты, да? Но кейбір жағдайларда болып қалуда мүмкін ғой жаңағылардың. Мысалы, әрбір адам жаңағы раковый клеткалар тудыратын заттан енді прямо қоршалып жүр деп айта алмаймыз ғой. Ауада қазір экологияны өздерің білесіңдер, машинаның газы, сендердің анау жейтін тамақтарың, мысалы машинаның газы это канцерогенное вещество. Мы же қалада тұратын адамдар болсын, ауылда тұратын болсын, қазір транспорт деген көп, біз этот газбен жұтып жүрміз ғой. Значит, біз канцерогенный заттарды өткізіп жатырмыз ғой организмімізге. А этот канцерогенный заттар, олар злокачественный опухоль тудыратын заттардың бірі болып есептеледі. Мысалы, сендер столовый далада тамақтанасыңдар, да? Неше түрлі анау шемішкенің майына жарит етілген пирожкиді алып жейсіңдер, да? Ал енді мен сомневаюсь, что пирожкидің бәрі бір рет қана қолданған шемішкенің майына піседі деп ойламаймын. Олар уже бірнеше рет қайнатылған шемішкенің майына қайнатылып жатыр. А шемішкенің майы бірнеше рет қайнатылса, ол тоже канцерогенный зат болып шығады. Оны да жеп жатырмыз ғой енді. Сондықтан біз прямо такой стерильный жерде өмір сүріп жатқан жоқпыз. Олардың бәрі біздің организмімізге келіп түсіп жатыр.
кругом осы жерде отырасыңдар, кто-то кашляет, да, осы жерге бәленбай студент келеді, да, значит, біреуміздің вирусымызды біреуміз тоже жұтып жатырмыз. Мысалы, кто-то кашляет, маска киіп жүресіңдер ба? Маска кимейсіңдер көптерің. Друг друга не істейсіңдер? Заражаете. Значит, біз 100% стерильный ортада сұмдықтай тамақтанып жүрміз деп айта алмаймыз. Теперь енді қараңдар. Сол заттарды жаңа лимфа тамырлары алып шықты ғой, лимфа сұйықтықтары. Лимфа түйіндеріне келіп олардың барлықтары тазаланады дедік қой. Енді ол заттар қайда кетеді деп ойлаймыз, да? Әрине ол заттар тері арқылы сыртқа шығады. Ол заттар біздің қақырықтарымыз, түкіріктеріміз алып шығуы мүмкін. Ол заттар жаңағы влагалищедан бөлінетін заттармен бөлініп шығуы мүмкін, да? Сондықтан біз терімізді таза ұстауымыз керек. Основном тер арқылы шығады оның бәрі, да? Мысалы, кейбіреулерің ана беттеріңе неше түрлі крем жағып аласыңдар, да? Қолтықтарыңа дезодорант сеуіп аласыңдар. На 24 часа тер шығармайды деп дезодоранттарды сеуіп аламыз, да? Біз не істеп қойдық? Порлардың бәрін жауып тастадық. Если жағындай заттар болатын болса, олар шыға алады ма? Олар шыға алмайды. Мысалы, қазір байқап отырсаңдар, әлі кездесесіңдер, онкология деген сабақ болады, сонда да өтесіңдер. Патологиядан біз де өтеміз оның бәрінде. Қазір терінің злокачественный опухольдер көбейіп кетті. Рак кожа деген көбейіп кетті. Неге? Өйткені біз жуынатын шампундарымызда, жуынатын жидкостарымызда бәрі ол химический заттар ғой. Олардың бәрі кожаға пораларды бекітіп қалуы мүмкін ғой? Мүмкін. Значит, шыға ала ма жаңағы заттар? Шыға алмайды. Мысалы, рак молочный железа көбейіп кетті қазір. Да? Жастардың арасында көбейіп жатыр. Неге? Жаңағы заттар шығайын десе шыға алмайды да, олар молочный железаға кетіп қалуы мүмкін. Басқа лимфа тамырларыменен. Поэтому қалай шығаратынымызды білдік па, кожамызды не істеуіміз керек? Таза ұстауымыз керек. Жағындай заттарды біз жақпауға тырысуымыз керек. 24 сағат бойы біз жағындай заттарды сеуіп алып жүретін болсақ, 24 сағат бойы жаңағы заттардың бәрі шықпайды, олардың бәрі организміміз не істеп жатыр? Білдіріп жатыр емес пе? Поэтому осыларды тоже ескеріңдер. Жаңағы айтқан далада жейтін пирожкиларын тоже ойланыңдар. Жеуге бола ма, болмай ма? Әрине енді хороший ресторандарда, может быть, мен бір повармен сөйлестім, он такой өте сондай бағалы повар екен, қалаларға келіп ресторандарды, престижный ресторандарды ашады екен. Сол кезде мен жай сұрақ қойдым оған. Я говорю, сіздер бір жарит еткеннен кейін подсолнечный маслоны қайтадан қолданасыздар ма деп. Ол енді мен дәрігер екенімді ештеңені білмейді. Жоқ, біз қолданбаймыз, говорит, оны арнайы бақтарға құямыз дейді. Мылы жасайтын заводтардың адамдары келіп алып кетеді дейді. Я говорю, прекрасно дедім. Это же хорошо. Олар, оказывается, сабын жасайтын жерге өткізіп тұрады екен, жаңағы қолданған шемішкенің майын. Так что жақсы тамақ дайындайтын ресторандарда бар деген сөз. Солай ғой? Так, енді біз қазір қалған тақырыпты әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен лимфа тамырлар